Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Гүлзия Есетова. Бүгін мен сіздерге осындай қарапайым рецептпен жасалатын кекс дайындауды көрсетемін. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге жұмыртқаның сарысын, ағын бөлек алып қоямыз. Ағының үстіне секер салып миксерлейміз. Ақ пені болғанша. Содан кейін сарысына сүт қосамыз. Аздап май құямыз, сұйық май. Секер қосамыз. Тағы да миксерлейміз барлығын. Содан кейін жаңағы ақ жұмыртқаны араластырамыз. Содан кейін аздап ұнын қосып, жайменен араластырып тұрамыз. Кекстің қамырын жасаймыз, основасын. Міне осындай жидкилау болу керек, сұйықтау болу керек. Основамыз дайын. Енді пергамент қағазға құямыз. Осылай равномерно жағып шығамыз.